Dere re na re na. Ал барлықтарыңызға сәлем достар. Мен Шри-Ланканың астанасы Коломбо қаласына келдім. Жаңа ғана 2 сағат бұрын. Қазір қаланың орталығында жүрмін. Қала енді сәл Индияға ұқсайды екен. Шри-Ланканың туы осындай. Но менімше жаңағы вокзалдары Коломбоның басқа қалаларға қарай жүріп кетсеңдер болады. Осылай достар, алдағы уақытта мені бақылап қарап отырыңыздар. Шри-Ланканы толықтай сіздерге таныстырып көрсететін боламын. Мұндай бір Алматыдағыдай мост бар екен. Қазір жолда өтетін боламыз осы мостты. Көпірмен. Ана жерде тұрған үлкен бір ғимаратты көрдіңіздер ме? Бурдж Халифа сияқты. Соған ертең барып сіздерге көрсететін боламын. Енді бұл Коломбо қаласы жарықтанбаған екен, жарықтандырылмаған. Сәл қараңғылау қала. Мен деген Алматыдан андай қалың бір худи сондай киіп келгем ғой. Бұл жер деген влажный екен. Ауа райы жылы, ыстық. Қазірдің өзінде терлеп ыстап келе жатырмын. Осындай телефон сататын дүңгіршектер, аксессуарлар неше түрлі. Меніңше қала жаман емес сияқты. Былай айтқанда Үндістанның аналығы, бірақ Үндістанға қарағанда сәл тазалау қала екен. Халқы да кішкене андай элегантный, бір жақсы жұмыс істейтін адамдар сияқты. Мынандай рубашка, аяқтарына туфли киіп алған. Мынау халықаралық местный локальный автобустары. Енді жаңа мен негізі анау Алматыдан ұшып келдім ғой, Коломбоға шы. Барлығы нормальный болған. Ішім ауырма, ішкені бәрі нормальный болды. Қалай Коломбоның әуежайынан түстім, қазір ішім ауырып, кішкене ауырсынып тұрмын. Сондықтан хостелге барып демалу керек сияқты. Ертең күндіз асықпай аралайтын боламыз қаланы. Мінекей хостелға келіп алдым достар. Жаман емес сияқты. Қазір енді 3 күнге ақшасын төлеп жатырмын. 3 күн бұл хостелде болып, сосын басқа қалаға жол тартамыз. 2 күнге төлесем бола ма десем, 2 күн болмайды десем, 3 күнге алғасын 3 күн төлеу керек деп жатыр да. Маған жаңа бір қазақтар көріп қалдым, олар айтады. 3 күн Коломбода не қыласың, одан да 2 күн ғана болып, немесе 1 күн дальше кете берсе дейді да. Ойланып көретін болдық та. Thank you, sir. Welcome. Хостелдің іші осындай екен. Білмеймін, болатын сияқты. Мына жерде отырып жаңағы ноутбук шықпап отырсаң болады. Қазір мен өзім бөлмемді көрсетейін. Мына жерде тамақ ішесіңдер дейді. Енді хостелдің аты хостел. Мына жатқана. Мынау біздің бөлме. Мен 2-ші қабатта жатады екем. Қазір сіздерге көрсетейін. Осы жерде мен жатамын, 2-ші этажында. Бөлме осындай.
4 адам жатады екен, жоқ 6 адам. Енді болатын сияқты. Не дегенмен арзан болды. 17 000 теңгедей болды ғой 3 күнге. Мен тапқаным осы ең арзаны. Ал Рим дегенде орналастық қой хостелға. Мына холлында отырмын, ресепшнда. Не істесем болады екен деп. Сөмкемді қайқа қалдырсам екен деп ойланып отырмын. Ішінде ноутбук бар, камера, неше түрлі жаңа документтер, ақша деген сияқты ғой. Хостелда қалдыратын шкафта жоқ екен. Сол ойланып отырмын енді өзімен тасып жүрем ба деп. Бір 10 килограммдай ауыр бұл деген. Ноутбуктың өзі 3 килограмм. Ар жағын ойлай беріңіздер. Саяхат деген осындай болады енді. Кейбір кездерде жақсы болады, кейбір кездерде осындай кішкентай минустармен кішкене жағымсыз болады деген сияқты. Таңертең сіздерге таңғы Коломбоны көрсетемін. Күндізгі Коломбоны. Ал достармен бір халал ресторан тауып алдым. Осындай шағын ресторан. Тапсырыс беріп қойдым бір күрішке тауықтың етімен. Мынандай бір спрайт алдым. Қанша болған білмеймін. Әйтеуір ала салдым. Енді бұл жерде тамақты қалай жасағанын желательно көрмеу керек қой. Тамақты қалай жасағанын көретін болсаңыздар, жеуге аппетиттеріңіз қашып кетеді. Желанияларыңыз қашып кетеді. Ал мінекей осындай тамаққа заказ бердім. Мынандай күріш, бирияни дейді ғой, бұяқта Үндістанда, Шри-Ланкада кеңінен таралған. Бір екі тал тауықтың аяғы бар екен. Қияр, көкөністер, ондай бір сорпа алып келіпті. Су мен спрайтты өзім сатып алдым деп. Енді осы примерно бір 1000 рупидай болды ғой. Шри-Ланканың 1000 рупиындай. Жаман емес. Бірақ сәл ашты екен да достар. Тамақ ішіп отырғандарыңыз болса, ашық болсын. Осындай ресторан, мына жерде туристер жүр мінекей. Міне достарымнан дакаса жеп бітіре алмадым. Көкеміз алып кетіп жатыр. Тойып қалдым. Жеп бітіре алмадым. Қазір енді кассаға барып ақшасын төлеп қанша алады. Қазір ақшаны төлеп жүріп. Қанша болады екен мыналар? Okay, moment please. 1150 рупи болыпты. Thank you. Ой, sorry, my friend. Короче, жаңағы риспен, спрайт, суы муы бар, анау заттары бар. Сонымен примерно бір 1150 рупия болды шри-ланкский. Ол енді примерно қанша теңге екенін қазір астына жазып кетемін мына жерге. Осы достар қарын тойды, бұнымен біліп қалынған жоқ, құрылыстары. Кішкене ашытылау ма бірдеңе екен.
ресторан. Мына жерде тук-туктар, мына жерде мындай локациялар. Бұл Шри-Ланка. Міне, тук-тук осындай болады. Менде мына жерде Шри-Ланканың рупиялары 13.000 рупий бар. Мынау 1000 рупий. Артында осындай адамдар бейнеленген. Мына жерде Central Bank of Sri Lanka деп жазылып тұр. Сосын мына жерде 5000 рупий бар екен. Бұл жерде де дәл сондай артында бір құдайлары ма бірдеңке бейнеленген. Мына жақта 100 рупия, 20 рупия, 50 рупия деген сияқты. Енді бұл 13.000 рупия, короче, мына ақшаның барлығы қазақстандық теңгеге аударғанда 20.000 теңге болады екен. Енді бізге қарағанда енді қалай айтсам болады, ақшасының құны бар, барлығы арзан, таксиде арзан, жаңа тук-тукта арзан, мотоциклмен такси шақырасың, ол да арзан. Жалпы айтқанда барлығы арзан. Тек хостел сәл қымбаттау болып қалды. 17.000 теңгедей болды 3 күнге. Енді былай қалай айтсам болады, мынау холл, ресепшн, жаңағы туалет, осындай жерлердің барлығы нормальный да. Бірақ жататын жер ұнаған жоқ маған енді. Білмеймін, онша емес, жаңағы жағымсыз иістері шығып жатыр, сасып жатыр, короче. Еще трайниктері біртүрлі ғой андай. Қазір көрсетем. Міне зарядкаға салу үшін осындай 3 тесікті қуаттағыш керек саған. Трайник. Хорошо, что мен сатып алдым заранее. Алиэкспресстен заказ берген, Алматыда жүріп. Қазір енді біз сонымен зарядтаймын барлығын. Удлинитель әкеп алу керек еді, ё-моё. Мінекей ресепшнда қыздар, турист қыздар тоже келіп регистрациядан өтіп жатыр. Мына жерде айнада отырған мен. Мына суды 200 рупияға алдым. Білмеймін қанша болатын. Осындай сумкамен жүрмін ғой. Ал барлықтарыңызға сәлем. Мен хостелдан шықтым. Сағат бізде таңғы 11 болып жатыр. Обедке десем бола ма? Қазір енді бір іске басар бірдеңке жеп алу керек сияқты. Бургер Кингқа барып бірдеңке жейін деп ойлап жатырмын. Мына жерде қараңыздар, кеше түнде көрсеткен ғимарат. Өте ұзын екен. Мен өзім түрімді көріп тұрған жоқпын вообще. Міне енді нормально болды. Жаңа камераның дұрыс емес, жаңа настройки етіп қойыппын. Ночной негеш, съемкаға. Бетім барлығын әтпақ қылып көрсетіп жатыр да. Қазір енді вроде нормально болған сияқты. Осындай. Осы жерлердің бірінде Бургер Кинг болу керек. Барып бір душ тамақ ішіп алу керек. Мынандай джиптар бар екен. Мынау деген, мына жер енді кішкене элегантный сияқты көрінеді. Мына жер әдемі екен. Дальше ана жерде море бар, теңіз. Сонда бар.
қайтса болады. Бұл жерге де барамыз. Осындай кішкентай тар көшеге түсіп кеттім. Жоғарыда осындай ұзын бір здание салынып жатыр. Мына жерге Шри-Ланканың туы желбіреп тұр. Алдында туристтер қаптап жүр. Бұл Үндістанның тулары бар ма мұнда? Бар екен. Үндістан, Испания, Франция, Ресей, Пәкістан, Ұлыбритания, Көктек және тағы басқа мемлекеттердің тулары желбіреп тұр. Бұл жерден тапқан сияқтымын. Қазір ішіне кіріп жүрек жалғап алайын. Сәл қарны ашып кетті. Міне тұр ғой, өтіп кеттім ғой бәсе. Міне тұр екен бургер кинг. Бұл Коломбоның орталығы, анау Форт деп аталатын бір район бар. Шри-Ланкаға келіп жатсаңыздар Коломбоға. Осы Форт деп аталатын районның орталығы. ішіне кіріп көрейік. Не істеп тастаған, мына жаққа тук-туктар парковкаға қойып. Hello. Мінекей бургер кинг осындай екен. Қазір заказ беретін боламыз. Hello. Do you have kiosk? Kiosk? No kiosk. Окей. Қазір ондай болса бірдеңке заказ береміз. Меню? This one. Так. Мына жерде осындай менюлар бар екен. 1200 шри-ланкийский рупияға. Блин, не алсақ болады екен, а? Білмей тұрмын не алатынымды. Okay, give me one little menu, maybe, but not spicy. We have all spicy burgers, sir. Only spicy? Yes. Okay, maybe this menu in 7. Just a burger with meal. Chicken. Meal. Yeah, meal. Large or regular, sir? What? Regular size or large size? Free. Small or large? Small. Anything else, sir? Here. 2001. Okay. Қазір төлеп жүрейік, достар. 2000? 100. Окей. 2100 рупия болды. Қазір ақшасын беріп жіберейік. Қазір енді көреміз бізге не әкеп беретінін. Сол баяғы бір бургер кингтің менюсын беретін сияқты ғой, онда асып-тасып бартқан ештеңкесі жоқ. Thank you. Мінекей 2100 рупия болды. Қазір көреміз. Мынау енді бизнес-центр ғой. Бизнес-центр деп аталатын жер. Қараңыздар. Тук-туктар, неше түрлі машиналар. Осында үлкен ғимараттар. Және фонында мен.
Тамақ сатып жатыр. Шри-Ланка осындай. Ана жерде KFC тұр. Ой, жүре беріп шаршадым. Мен қаяққа бара жатырмын өзі? Саяхат осымен қызық қой. Қаяққа бара жатқан білмейсің, айналып жүре бересің. Қазір көретін боламыз қаяққа бара жатқан. Да. Маған керісінше жүріп. Ладно, прямо жүре берейін. Жоқ, керісінше. Керісінше қаратай артқа жүрейін да, осы жолмен пешеходты өтейін. Сосын форт дейтін жердің бичтан пайда болады екен. Пляждан. Қазір жолды өтетін боламыз. Бұл жерде абайлап көзіңді ашып өтпесең, қақып кетеді. Абайлап өтеді. Машиналар осылай тоқтар өткізбейді. Машиналар өткізбейді жолдан. Қазір енді бичқа барып, бичті көрейін. Пляждарында не бар екен, қандай пляж екен депші. Туристар тур алып Коломбоны айналайын деп жатыр. Явно. Шри-Ланканың банкі, Банк оф Цейлон дейді. Міне андай лакшери машиналар да бар. Мыналар таксисттар. Курьер екен, жоқ курьер. Мен, короче, мынау үстіме джинсы киіп алғам ғой. Джинсы, аяқта кроссовки. Соның өзінде терлеп келе жатырмын. Ой, мына пешеходты өтудің өзі бір проблема бар. Өтпей ақ қояйын құрсын. Прямо жүре берейін. Ал мен енді Шри-Ланкаға қалай келдім, соны айтайын. Қазақстан азаматтарына электронный разрешение алсаңыздар болады. Виза дейтін. Электронный разрешение на въезд. Ол құжатты мынау Шри-Ланканың официальный сайтынан тапсырасыздар. Оңай барлығы бір $20 ма, қанша бір $50 төлейсіздер. 5 минуттан кейін сізге почтаңызға одобрение келеді. Енді данылар толтырасыздар, қандай рейспен ұшып келесіз, қай жерде тұрасыз, соның барлығын. Ал отель, хостел, мостелдарды через Booking приложениясы арқылы брондай саласыздар. Бұл мүлдем қиын емес. Болды. Паспортный контрольда жаңағы паспорттарыңыз бересіздер. Разрешение жаңағы алған, это почтаңызға келген, соны шығарып аласыздар, ксерокопия жасап. И болды. И тұратын жерлеріңіз. И желательно Шри-Ланкадан дальше. Ары қаратай кететін бір билет керек. Басқа ештеңе керек емес. Егер де сіздерге виза керек болса Шри-Ланкаға, менің инстаграмыма жазыңыздар. Шри-Ланка, Үндістан, Пәкістан, Шенген барлық визалар жасап беремін.
Дрена, 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 тене, дере, дрена, 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 жан жақта пип бипілдей береді. Енді менің ойымша Үндістанға қарағанда тыныш сияқты. Үндістанда адам бұдан да көп қой. Бұл жерде енді кішкене қаттырақ бипілдейді. Шум дейтін бар ғой енді. Айта алмадым. Мәшінелері пипілдеген анау жолдың ары бетіне өтіп суды көру керек еді негізі. Мен әйтеуір білмеймін, жүріп келе жатырмын. Қайда бара жатқанын білмеймін. Әйтеуір басым ауған жаққа келе жатырмын. Артында қаптаған тук-туктар. Бұл жерде местный шри-ланкалық адамдар турист Апашканы жолдан өткізіп жатыр. Конечно, Апашка өте алмайды ғой. Не только Апашка. Мен өзім өте алмай жүрмін ғой бұл жолды деген. Пешеходтан өте алмай жатыр. Мәшінелер қақып кетеді, әрең өтпесең. Апашка қалай өтеді на? Мінекей, туристар бар екен. Абайлап жүру керек. Міне, тағы да туристар жүр. Мынандай ұзын ғимараттар. Үлкен зәулім сарайлар. Енді мен бизнес райондарында жүрмін ғой. Сол үшін сәл әдемі болып тұр. Примерно біздің Алматыдағы анау Аль-Фараби жақ, ЖК жаңағы Централ Авеню, сол жерлер сияқты әдемі болып тұр ғой бұяқ. Төменге қаратай түссең, кішкене шоке боласың. Шоковое состоянияда. Қазір енді жолдың ары бетіне өтіп кетсем дұрыс болатын еді, ләжі болса. Осы пешеходтан өтемін. По-любому осы өтемін. Өйткені мына жерден өту мүмкін емес. Мына кнопканы басады екенбіз. И ждем. Лондонда жүретін автобус келе жатыр. Бұл, по-моему, туристический автобус. Туристар, сондай автобус ғой. Мінекей қараңыздар. Автобус көрдіңіздер ма? Ал алдымда бұй, айта алмадым мұнан. Шри-Ланканың туы желбіреп тұр. Ал алдымда мұхиттың сулары керемет ойнап жатыр. Айта алмайсың мұнан деген, ә? Саяхат дейтін мінекей осындаймен қызық қой. Әлемді аралап саяхаттаңыздар достар. Жер көкті көріңіздер, аралаңыздар. Мінекей артында Шри-Ланканың туы. Бұлардың туында бір арыстан ба бірдеңке орнатылған, және жасыл, фиолетовый свет па, жоқ оранжевый свет, сары светтермен, сары түстермен аралас көрсетілген. Мына жақ магги дейді. Роллдың түсіріп жатыр. 5 пакет, Big Bon, доширак. Мінекей местный
адамдар. Жана, короче, осы жерде тұрғанмын ғой. Мынау мұхитқа қарап, кішкене любоваться етіп, рахаттанып тұрғам. Сонымен местный көкелер келіп, менімен фотоға түсіп алды, прикиньте. Өмірімде бірінші рет келіп, маған фотоға түссем бола ма дейді. Давай дедім. Кішкене өзімді бір андай жақсы сезініп қалдым да. Менімен фотоға түсіп атқаннан кейін. Шри-Ланка осындай мемлекеттерге келсеңіздер, сізбен фото. Мынау теңіз, негізі мына жерде суға түсуге болмайды. Бұл пляж емес та, просто андай серуендеп жүгіретін жер ғой. Ана көкеміз сияқты жүгіріп барады ғой турист. Ал жанымызда осындай кішкентай дүңгіршектер, магазин сияқты, сушняк, анау мынау аласында. Пляж дальше. Түзу жүре беру керек, бір 20 километрдей ма, 10 километрдей. Хикунадава, керемет пляждар шығады. Осындай қазақтар жүрген. Пакетниктер бар ғой бізде. Алматы, Астанадан, Қазақстаннан тур алып келетін қазақтар. Барлығы осындай Шри-Ланкаға келсе, Коломбоға. Хикунадаваға барады көбінесе. Дұрыс айтып жатырмын ба атын? Сол жерде демалады. Енді ол жердің пляжы, барлығы условиялар бар да. Ал мынау столица болғаннан кейін бұл жерде бар пляж негізі, бірақ дәл осы жерде шомылуға болмайды. Мына жерде жазылып тұр ғой. Not jumping дей ма, бірдеңке swimming дей ма. Мінекей көрсейінші сіздерге. По-любому, міне. Знактың өзі тұр. Шомылуға болмайды деп. Конечно, болмайды, мынандай тастар, анау, мынау. Кім біледі оның астында не жатқанын. Анау, екі ғимараттың ортасында нені көріп тұрсыздар ма? Башня сияқты тұр ғой, гүл сияқты. Лотос деп аталады. Соған барам ба деп едім. Мына жерде әдемі екен. Осы жерден шыға алмай жүрмін ғой. Әркімнің бір қолын ұстадым. Неше түрлі адамдармен амандастым. Қолымды ауызға салуға болмайды, короче. Обязательно жуу керек. Мінекей артында көкеміз жүгіріп бара жатыр. Бұл да турист. Енді накачанный екен кішкене. Көкелер спортпен шұғылданып жүр. Әдемі. Мына жерде жастар отыр. Осында енді Коломбо дейтін. Сонымен достар, келетін жер екен, негізі көріп кету керек, бір рет болсын. Коломбоның өзінде апталап жүрудің қажет жоқ. Қарайтын нәрсенің барлығын, баратын жерлердің барлығына 1-2 күнде барып шықсаңыздар болады. Мен енді кешке қаратай келгенмін Коломбоға. Бүгін менде 2-ші күн. Мен бүгін толықтай боламын Коломбода. Ертең суббота, сенбі. Ертеңде Коломбода боламын. Сосын ертең кешке немесе жексенбі күні таңертең, таң атпастан азанда бұйырса мен көршілес қала Канди дейтін жергілікті бір сондай местный қала ғой енді. Кішкене Коломбодан кішкене кішілеу. Сол жерге барамын да дальше қандай Сиагара ма, бірдеңке Сиагара, по-моему. Сондай жаңағы ЮНЕСКО-ның қорғауында тұрған жерге барамын. Ол жерде андай тау сияқты, короче, жоғарыға шығасың. Бір домалақ 4 бұрышты тау ма, бірдеңке сондай. Жаңағы лестницамен шығасың ғой, короче. Оны да көрсететін боламын обязательно. Аман болсақ. Мына жерден бір су алсам екен деп тұрмын. My friend, do you have water? Little. How much? 150. Okay, give me please. It's cold. Мынандай, не деп айтатын еді? Кукуруза дей ма? Осындай заттар бар екен, чипсы, мипсы. Бұлар жеудің қажет жоқ, асқазанды құрдық. Әні тағы біреуін алып келе жатыр.
жерге отырып алдым. Артында теңіз. Кемесі істеп кетті. Суға келе ме маған, әкелмей ме? Осы бүгін екінші күн ұнап жатыр. Бірақ қала тыныш екен да, тыныш, кәдімгідей тыныш. Little please, little. Liter? It's little? Yeah, 1 liter. 150. Okay, understand, but no 05, 05, no? Smaller. Yeah. Енді біздің ағылшыншамыз ондай керемет емес. Көкемізге ақшасын бере салайын. Мынау Шри-Ланканың ақшалары. Мына жерде менің мынау ВНЖ. How much? 100. Окей. Так, 100 рупия дейді. Мінекей 100 рупия осындай болады. Thank you so much. Okay. Судан алдық. Енді біз суымыздан ұрттап алайық. Қатты шөлдеп тұрмын. Өте қатты шөлдеп кеттім. Бір жерге телефонды қойып қояйын. Сосын судан ішіп алайын. Мынау бауырымыз уже 3-ші круг айналып келе жатыр. Қазір мен камераны осы жерге қоямын. Сіздерге көрінеді деген ойдамын. Керемет. Мынау астындағы джинсы шешіп тастасам, вообще керемет болады. Пляжға барып суға түсу керек сияқты. Қатты серлеп кеттім. Ой. Кеттік ал. Тағы да бір жаяу жүріп қайтайық, сосын тук-тукқа отыратын боламыз. Короче, байкқа заказ беріп қойдым. 200 рупия шықты. Жаңағы лотусқа бару керек. Бас көрдіңіз ғой. Жерден соған бару керек. Жаяу жүруге шаршап тұрмын. 200 рупия болды. Қазір келу керек, макет заказ беріп. Мынау емес пе екен? Осы болуы мүмкін, по-моему. Жоқ, әлі келмеді. Енді келеді. My friend. Мінекей. Мен заказ берген мотода келді. Мына жерде екі машина тұр, бұлар өтіп кетсін. My friend, Lotus, yeah? Do you have the water? Thank you. Шлемді киіп алайық, достар. Опа, sorry. Moment, please. Nadir tum dir tum dir tanad tam tum dir tum dir tikir tak da din kir than ta da tin na kan kir nak tran ta da de na ta na de na re na re de ta
Ал мінеки достар, мен жана айтқан Лотусқа кеп алдым уже. Мотоциклмен келдік қой. Мото таксимен. 200 рупия болды. Білмеймін, бір 300-400 теңге шығар. Ары кетсе. Камерам қызып кетті, ё-майо. Қазір енді көретін боламыз, бізді кіргізе ме екен. Неге кіргізбеске, я? Бір бөлек. Жоғарға шығып, короче, ана жоғардан бүкіл Коломбоға вид ашылады ғой. Мынау общежитие сияқты өте әдемі екен. Алдында фонтан. Мына жерде тексеріп жатқан сияқты. Hello. It's back here, yeah? Сумканы шешу керек дейді. Mobile phone. Okay. Cigarette? Yeah. Lighter. Camera? Camera is there. Roll. Давайте. Thank you so much. Қазір достар, 1 минут. Shall I have? Yeah. No. Like Next you give, yeah? Yeah. Come back. What's your name? Ruslan. Rose. Rose. Yeah. Rose. Thank you. Hello. Hello. For the shower? Huh? For the top? Lotus. Yeah, okay. Thank you. Іші осындай екен достар. ішіне кіріп алдым. Қазір мына жерден билет алу керек енді. Іші жаман емес сияқты. Мына жерде не сатып жатыр. Мына бірдеңке сатып жатқан сияқты. Бұл шоколад, чай, май, ана мыналар ғой. Қазір енді билет алып алайық. Hello. One ticket, please. 6,000. Алты мың 300 рупия болды дейді жоғарыға көтерілу. Алты мың 300 шри-ланкийский рупия. 7000 рупия бердім. Қазір маған 700 рупия сдача қайтару керек. Осы достар былай әдемі. Керемет екен. Қазір көретін боламыз. Thank you so much. Yeah. Go to the very top level of searching and a pixel also. It's original art also with the ground. Okay, thank you. Thank you. Just get a more. Бірдеңке деді, не деген түсінбедім. Я деп қойдым әйтеуір. Мына сдача қайтарып берді, билет осындай екен. 6300 рупия. Ал достарым, некеме көтерілдім. Жаңағы лотустың үстіне. Қараңыздар. Мына видті көрдіңіздер ма? Мына көріністі. Йо-майо! Қараңыздар. Шри-Ланканың астанасы Коломбо қаласы осындай. Өте әдемі, я? Неше түрлі жаңағы лашықтары да бар.
Керемет, керемет. Мынандай зәулім сарайлары да бар. Қазір мына жерден көрсетейін. Мына жақтан қараңыздар. Құдды бір Нью-Йоркта жүргендеймін ба? Немесе Франкфуртта, Германияда, Франкфурт қаласында да осындай керемет ғимараттар бар ғой. Әнеке қараңыздар. Өте керемет. Я қателеспедім. Дәл бір Германияның Франкфурт қаласына сәл-пәл ұқсап қалады екен. Мынандай зәулім сарайларымен. Ар жақта анау шөл сияқты жерді көріп тұрсыздар ма? Сол жаңағы Форт дейтін бір район. Мен сол жақтан келдім жаңа. Айналып анау осы жерге дейін мотобайкпен келдім ғой. Өте керемет екен. Колумбоға келіп жатсаңыздар, міндетті түрде осы лотосқа көтеріңіздер. 6300 шри-ланкалық рупия болады. Ол қымбат емес, ары кетсе бір 5-6 мың теңге деп ойлаймын. Бағасын жазып кетемін астына обязательно. Және туристар да қаптап жүр. Керемет көрініс осындай. Мына жағында енді ондай қатты ештеңе жоқ екен. Анау мұнай құбырлары, порт, мұнай құбырды жасайтын жер ғой. Қазмұнайгаз сияқты. Алып компаниялар. Мен негізі ойлағам, мынандай решеткалар, торлар болмайтын шығар депші. Оказывается, осындай торлар бар екен. Дұрыс көре алмайсың. Дұрыс жаңа камераға түсіре алмайсың. Бұл да дұрыс негізі ше. Жаңаға безопасность, қауіпсіздік сақтап тұрады. Көрдіңіздер ма? Колумбоны мен кішкентай қалама деп сіздерге айтып жүредім ғой. Колумбо кішкентай, ойбай, қарайтын ештеңке жоқ деп. Сөйтсе, Колумбо дейтін өте үлкен қала екен. Мынаны қараңыздар. Бұл жағы ештеңке емес. Қазір мен сіздерге мына жақтан көрсетемін. Мына жақ деген құдды бір beautiful, yeah. Қараңыздар. Oh my god. Шуфа не ақ деген, ә? Colombo is Sri Lanka, my friend, yeah? Yeah. Өте әдемі жер екен. Қала өте ұнап жатыр, достар. Конечно. Жаңа артынан Ресейден келген туристарды суретке түсіріп бердім. Ресейлік туристар. Маған ағылшынша келіп, can I make pictures деп жатыр, мен әрине түсіріп беремін. Шылап айттым, конечно дедім. О-о-о деп қойды. Орысша білесің ма, не деген сияқты. Қараңыздар, қандай керемет мынау деген, а? Мына жерді көрсеттім ғой сіздерге. Міне, Колумбо осындай жалпы. Фотоға түсетін болсаңыздар, әдемі. Өз көздеріңізбен көретін болсаңыздар да әдемі. Бір ауыз сөзмен айтқанда керемет жер ғой. Ал мен енді бір-екі кадр жасап төменге түсейін, бұл жерде жүре бергеннен пайда жоқ сияқты. Мінекей достар, лотостан шықтым. Жоғары жағын көрдім, әдемі екен. Жоғары жақтан қаланы көрдім деген сияқты ғой. Мына жерден қазір бір мороженое алайын дедім. How much, my friend? Picture. This? Price 220. 220? Окей. Мінекей, мынандай бір мороженое алайын деп жатырмын. 220 рупия дейді. Бір 300-400 теңге ғой. Примерно. Thank you so much. Жолың болсын. Good job, my friend. Bye bye.
қош бол бауырым. Ал бір мороженое алдық. Мороженеден жеп. Мынау набережныйдың жанынан серуендеп өсіп жүрейін достар. Мороженемізді ашып алайық. Осы достар, бір балмұздақ алдым. Балмұздақ жеп, мына набережный айналып тұрайын. Мына жерде местный жұмысшылар отыр. Осы отыста жұмыс. Сәл шаршап қалдым енді. Жүре беріп күн ыстық қой. Жаяу жүрмейтін шығармын енді, емай. Құрсын бағана 200 рупия болды дедім ғой. Байк. Мына 30-қа дейін жеттім ғой байкпен. 200 рупияң бір 200 теңге болған шығар примерно. 200 теңге ма, қанша теңге? 230 теңге ма? Дымда емес қол деген. Зато 2 километр керемет болып жетіп алдым. Қараңыздаршы. Қандай әдемі. Карта, короче, мне қалып келді, мені ше айналдырып. My friend, this is... understand. Мынандай заборлардан өтеміз. Қаланың ортасында. О, мінекей. Керемет жерден шықтық. Әйтпесе анау набережный деген кішкене онша емес еді. Іш пыстырып жіберді. Мінекей. Тук деген осындай болады. Ішін көрсетейін ба сіздерге? Мына жерде аккумулятор осылай айдайды. Яғни газы осындай тук дейді. Үштен келеді. Осы достар Коломбо дейтін. Комментария жазып, лайк басып отырыңыздар. Бұл тек басы ғана. Алдағы уақытта қызық жерлерді көрсететін боламын. Басқа мемлекеттерде түсіретін боламын. Сондықтан маған тіркеліп, достарыңызға жіберіп отырыңыздар. Мына қарай өттім. Ашта сюда проверим пока. Ардын жолды өту керек кеске. Бұнда қараймыз, машина жоқ. Бұнда бір қараймыз. Өткізіп жіберді. Мына Кадиллак бізді өткізді. Кадиллак па не крузак. Так, бізге дальше жүру керек па? Жолды өтудің өзі бір қорқынышты. Мына супермаркет екен. Cheers. Көрініп тұр, нормальный супермаркет деген артында локтус машинасы. Бля, автобустарға отыру керек еді. Керемет көрініп тұр. Ай бір отырам ау. Осы автобустарға. Местный вайп сезініп көру керек болып отыр да. Осындай автобустарға отырып. Қазір бір андай местный бір Будда дейтін шіркеу ма бірдеңке бар екен. Сол жаққа бара жатырмын. Жолда осындай алып ғимараттарды көріп жатырмын. Мұндай тук-туктар, автобустар, неше түрлі. Қазір жолдың ары бетіне өтетін боламыз.
Спасибо. Қаланың вайбы осындай. Негізі ар жаққа өтіп кетсем жақсы болар еді. Мынау алдында тұрған торговый центр сияқты үлкен. Бұған да кіріп көреміз ау. Тук-тук, Феррари дейді. Мінеки тәттілеріңіз. Апашка тачка сүйреп бара жатыр. Бізге қайқа бару керек? Ойбай, шаршадым. Қазір картадан көрейін қайқа баратынымыз. Маған керісінше жүру керек екен. Жолды өте аламыз ба, өте алмаймыз ба? Қайақта өтсе болады екен бұл жолды. Бұлай қаратай өтіп кетейін жарайды. О, өтіп кеттік әне. Мынаны қараңыздар. Ой. Ит машина. Hey, my friend. Қаншама қаптаған тук-туктар. Айрес. Таиланд осындай шығар достар. Таиланд, Вьетнам, Үндістан, Бангладеш жерлер. Непалда осындай болу керек, қателеспесем. Мінеки жергілікті тук-тук көкелеріміз отыр. Ана жерде қазір ғана бір местный адамды көріп қалдым да. Қолында кішкентай кофе және 2 темекі. Бір темекі емес, 2 темекіні шегіп жатыр да. Көресіңіздерші. Жүрсең көре бересің деген осы екен да. Йо-майо. Жаңағы Бургер Кингтағы бургер ұнаған жоқ маған. Білмеймін, бір қатты ма, тауықтары тұрып қалған ба бірдеңке. Ұнамады, екінші бармаймын ол бургеріне. Мынау білесіздер ма не? Местный насвай ғой, местный насвай. Бір осындай домалақ бәлелерді ауызға салады да атады, түкіріп тастайды. Сосын ауыздары қып-қызыл болып жүреді. Көрдіңіз бе? Жан жақта түкіріп тастаған. Бұндай насвайлар негізінде Үндістан, Бангладеште көп кеңінен таралған. Мынандай Анжана Foods дейді. Мынандай Шри-Ланка, Үндістанға келіп жатсаңыздар, мынандай жерлерден тамақ алмаңыздар ешқашан. Хотя бы бір помещенияға барып, о, помещенияда бір ойбай таза деп айта алмаймын, бірақ соның өзінде әйтеуір кішкене бір үрей, бойыңды үрей алмайды да, кішкене болсын уверенно жүресің. Сондықтан да бағанағындай дүңгіршектерден тамақ алып жемеңіздер. Максимум жаңа банан, алма, фруктылардан алсаңыздар болады. Көкөніс, жеміс-жидек және сондай заттардан. Ал мынау қонақ үй сияқты. Мен дұрыс келе жатырмын бекен, а? Келесі көшеден солға бұрылу керек екен.
Oh, thank you. Мен уже келіп қалдым, тук-тукқа отырмаймын. Негізі бұлар арзан, тук-тук болсын, мотобайк болсын, не болсын, барлығы арзан. Ондай қалада бір жүріп тұру ондай қатты қиын емес. Автобустар да бар, автобус вообще қиын болады. 20 теңге ма 30 теңге шығар. Ал қазір енді жолдың арғы бетіне өтудің өзі бір азап болады. Мына бауырым маған көмектесіп, мына жерде туристер жүр. Мына бауырым маған көмектесіп жүр. Өлі абайлап жүрмесең шатасып кетеді екенсің. Сол жағы қайда, оң жағы қайда депші. Бізде өйткені мына жерде оң жақпен жүреді ғой, бізде мына жақпен жүреді машиналар. А бұл жақта керісінше да, көрдіңіз ба, сол жақпен жүріп бара жатыр. Левостороннее движение дейді. Шатасып кетесің, абайлап жүрмесең машина қағып кетеді. Мынаны қараңыз, велосипедпен кетіп бара жатыр. Өздеріңізге сәл абай болып жүріңіздер. Жолдан өткенде, әсіресе жолдан өткенде өте қауіпті, тоқтамайды, өткізбейді сені. Тек анау тик-ток деп тук-туктың барлығын сен өткізу керексің, сен өткізбейді ешкім. Қазір мен тағы да бір жолды қарап жүрмін. Міне келіп қаппын ғой. Мына жерде туристар. Мына жерде трактор жұмыс істеп жатыр. Асфальтты жарып шыққан гүл деп асфальтты қазып жатыр. Мыналар туристар вело экскурсияға шыққан сияқты. Мыналар арендаға беретін велосипедтер екен ғой. Осыдан арендаға алып, міне мынау мол екен. Бәсе осыған кіріп шығу керек сияқты ғой, или мол ма білмеймін. Сыртынан қарасаң бір торговый центр сияқты, или парковка ма. Мынау жатыр ма достар? Қазір ана неге кіретін боламыз. Әне келіп қаппын ғой. Будда. Осылардың құдайына. Әрине. Кім болсақ та, әр мемлекеттің, әр жердің, әр адамның тілін құрметтеу керекпіз. Оны құрметтейміз де. Қазір енді кіріп көретін боламыз. Әлеке, туристар деген қаптап жүр. Ал мінеки, келдім. Қараңыздар. Осындай жерге кіремін. Енді мен ойлағам бір, ой, әдемі жер шығар деп. Ондай қатты әдемі емес екен. Алып бара жатқан ештеңкесі жоқ. Билет алу керек дейма, бірдеңке дейді ғой. Негізі мен мынандай жерге билет алмайтын едім, просто енді бұл жердің бағалары арзан да, тиын тебен. Сол үшін стоит ала салға. Мінекей. Мынандай тілдер. Қазір мен телефонымнан түсіріп алайын. Мінекей. Таптым. Осы жерден билет алады екен. How much it ticket?
Tickets sir, per person US dollars $2 sir, Sri Lankan rupees 500 each. Окей. 500 рупия дейді ғой. Кіріп көрейік ал. Не бар екен? How many tickets sir? One. 500 rupees. Thank you. How many tickets? Аяқ киімін шешу керек сияқты ғой мына жерде. Шешіп кетейік ондай болса. Аяқ киімді шешіп кетейік. No mar. No problem. Иә. Ол аяқ киімді қалдырдым. Damit zu rechnen. Hast du nicht? Ал кіріп көрейік енді. Аяқ жалаң аяқ ештеңке жоқ аяқтың. Нәскиге дейін шешіп тастадым. Шешкізді нәскиге дейін. Өзім ойлағандай аяқ ішінде дым жоқ екен. Андай әралжалар, неше түрлі піл, міл, сондай нәрселер. Мінекей достар. Аха. Енді өздеріңізді көріп тұрсыздар ғой, мына жерде қарайтын ештеңке жоқ. Сейчас хотя бы сыртқа шығарып көрсем, не бар екен. Осындай ғимарат. Бұлар енді Шри-Ланка Буддаға сыйынады ғой. Осы жаңағы буддаларының жаңағы мешіт дейді ғой, енді біздің тілмен айтқанда мешіттері ғой. Осы адамдардың. Туристар да қаптап жүр екен. Мінекей. Бұлар не істеп жатыр мынаның ішіне бір? Түсінсем бұйырмасын. Ganz schön. Мынандай нәрсе екен ғой. Naja, ich hatte ja der war eben auch der Қызық екен, мына жер дала ма бірдеңке да уже жүр. Бірақ осы жердің өзінде жаңағы аяқ киіммен жүруге болмайды вообще. Мінекей. Мынаны көрдіңіздер ма? Ал мен енді видеоны осы жерден тоқтатайын. Ұзақ болып кеткен сияқты. Анда шығуға стоит па, не стоит па? Мне кажется, не стоит. Ештеңке жоқ сияқты яқта. Мына қараңыздар.
Cái bên này bác cái này đó rồi. Қарайтын дым жоқ екен. Білгем, өзім де білгем осындай екенші. Өзім іштей сезгем дым жоқ екен. Енді анау Таиланд, Вьетнамдағы үлкен құдайлары бар ғой, дөу ғимарат сияқты жасап қойғаншы. Вот соларды көруге болады. Аналарға енді кішкене білмеймін, енді өзіме ұнаған жоқ. Өз басқа біреулердің жаңағы діні, религиясы ғой бұл дегенше жамандар yapылып, жаман сөйлем yapылып. Өзіме ұнаған жоқ. Ар жақтан не бар екен, а? Телефонға түсіріп алу керек сияқты, достар. Қазір мен өшіре тұрайын видеоны. Міне достар, жаңа ғана ана жерден келдім. Бағана ғана буддийский храмнан шығып. Мына жерде тоже сондай храм бар екен. Тоже 500 рупия екен. Вход, бірақ кірген жоқ мынау. Дым жоқ сияқты ар жақта. Примерно осындай міне, қараңыздар. Мына жерден бір жаман иіс шығып тұр. Жағымсыз иіс. Ал артында осындай керемет үлкен ғимараттар. I love you, Colombo дейді. I love you, Colombo. Мынау туристер қаптап жүр. Зон екен, иә? Мынау да сол шри-ланкалықтардың мынау буддалары. 10 рупия кірме қойып дедім. Мына жерге отырайын сәл. Ташып кет. Bu yoqqa құстарды ішіп тастапты. Кішкене дальше отырайын. Мына жақ кішкене нормально сияқты. Осы Коломбо. Мінекей, жергілікті автобус. Сонымен достар, өзім жаңа айтып кеткендей, Коломбода олай көп 3-4 күн бір апта жүрудің қажет жоқ екен. Баратын жерлеріңіз максимум сол Лотус башняның үстіне шығасыздар. Мынандай жаңағы жеткендей бір-екі храмдарға кіресіздер. Қаланы айналасыздар по-любому, ары бері. Болды, басқа қайқа барасыздар. Мынандай набережныйда жүресіздер и все. Сол енді менің ойым кететін шығар менде. Көршілес қалаларға барып, басқа жерлерді көретін. Коломбода болды, көретін ештеңе жоқ. Осылай достар. Ал енді мен осы жерден видеоны тоқтатайын. Хостелдан немесе басқа жерден бастаймын. Қазір мен аялдамада отырмын. Мына жерде бас деп жазылып тұр. Қазір автобустар келеді, мынандай емес, бұл лакшери автобустар. Короче, местный автобус келеді, локал автобус. Соған отырып, ішін көрсететін оған қандай екен. Қазір келу керек. Бір жол ақысы 40 рупия дейді, білмеймін енді, қанша болады. Сондай шығар, 40-50 рупия. Мінекей достар, автобус келе жатыр. Қазір ішіне мінетін боламыз. Местный автобусқа мініп келе жатыр достар. Опа. Sorry, brother. Okay.
Оп, оп, оп. Осылай болады достар. Қараңыздар. Мына жерге тұрып алайық. Қазір 1-2 аялдама жүріп автобус іші көрсететін болады. Мінекей. Іші осындай. Адамдар да осындай. Жалпы керемет. Бұл Шри-Ланка, Коломбо қаласындағы жергілікті андай локал автобустар. Жол ақысы бір 40 рупия болады деп ойлап тұрмын, білмеймін точно қанша болады. Қазір төлеп көреміз. Мына жерге тұрып алайын мен. No, thank you. Адамдары осындай местный адамдар екен. Барлығы қарап тұру ма? How much in ticket, my friend? Free. Түсінбедім мына бауырымыз қанша болады. Барлығы бұл енді местный автобустар. Біздің Алматыдағы 48 жаңағы 34 сияқты автобустар ғой, примерно. Запашқалар мініп жатыр. Автобус осындай ол әшекейленген. Жаңағы местный адамдардың маған қарауы ондай қатты жаман емес. Нормально. Болады. Түнде көріп жүрген сияқты. Қазір енді мен бір аялдама жүріп, келесі аялдамадан түсіп қаламын. Қараңыздар, айдауының өзі бір бөлек қой. Ана жерде анау жасыл футболка киіп алған жігіт, ол кондуктор, ақшаны соған төлейді. Мені Коломбоға келіп жатсаңыздар, мен сияқты осындай автобуспен жүресіздер. Местный автобустар, местный. Жүр, арт жағына өтіп көрейінші, қалай болады? Арт жағына өтіп көрейік, достар, арт жағына. Мінекей, мынау кондуктор жігіт. Кондуктор ақшаны осы бауырын жинайды. How much is pay, my friend? Do you speak English? Жігіттер ағылшынша білмейді екен. Я бұған 40 рупия бере салайын бірсін. No? Thank you, my friend. Маған ақша бермей қой деп жатыр ғой. Есіктері ашық тұрады автобустың. Дәл осылай, ана жерде кондуктор басып шығарып алған. Қайда бара жатқанын білмеймін, әйтеуір кетіп бара жатырмын. Әйтеуір басым ауған жаққа кетіп бара жатырмын. Қазір картадан қарап көрейін, қайда бергенімді.
автобус ойбай құлап қалмайық. Автобустың есігіне тұрып алып жүріп келе жатырмыз. Дәл осылай. Короче, жол ақысы білмеймін қанша болатын, маған бермей қой деп жатыр ғой. От души бұл бауырымызға. You very nice man. Thank you. Осы жігіт жол ақысын бермей қой деп жатыр. Okay, my friend, next station as exit, okay? Okay. Okay. Мінекей. Автобустың іші осындай. Енді былай жаңағы реакция алу үшін кішкене местный вайбты жаңағындай өз көзіңмен көру үшін, сезіну үшін осылай автобустарға міну керек. Қалайо? Красавчиктер, молодец. Я, understand. Yeah? No. Okay. This is my friend. Your friend? Oh, okay. Lovely. Driver. Down mini. Down money. Down mini. Down money. Қараңыздар. Қандай жерге келіп алды. Адамдар жақсы екен, ақша алған жоқ мүлдем. Керек емес деп қояды. Go station by Nende. Короче, жаңа автобустан түстім ғой. Автобустан түсе сап жаңағы бір көшеге кіріп кеттім. Сөйтсе бұл көше дейтін мынандай рекламалар көп қойған базар екен. Түрлі мотолар, мындай адамдар, алтын орда болып жатыр ғой, не ақ деген, алтын орда болып жатыр ғой. Anh ở đâu gần mình? Tao vào từng lúc ये என்ன பட்டு ஊத்தி விட்டு வச்சு
аны баттыр кетти. Арттағы байыпты өздеріңіз қарай беріңіздер. Қандай екенсіз? Мынтеке бабаларны скачка сүрүп келе жатып. Кәдімгі өзіміздің алтын орда барахолка болып отыр мынау деген. О май. Мынаны қараңыз. Чотан ба мына жақ? Чотан болып отыр мына жер деген, а? Қара түптің аяқ басып кеткен. Side please. Jibata bali dan yang menunggu. Пробка болып отыр. Пробка. Короче, базардың аты базар. Базар есть базар, короче. Қайшы сатып жатырмын мен. Әрең дегенде шықтым ғой мына базардан құрсын. Ё-моё, шаршап кеттім, ары бері жүре берем депші. Сол енді қазір маған меніңше жолдың ары бетіне өту керек. Сосын көре жатармыз. Немесе базармен жүре берейін. Не бар екен енді. Местный базар. Мындай қан салатын нәрселер сатып тұр екен жақта. Неше түрлі магнитофон. Мына жерде не істеп жатыр мыналар? Ағы да сол базар. Na